Армысыздар, эфирде спорт жаңалықтары. Студияда Мейіржан Мәжитов. 2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарына солтүстік Қазақстан облысынан 3 спортшы қатысуға үміткер. Солтүстік Қазақстан облысының спортшылары халықаралық ареналарда жоғары нәтижелер көрсетіп, Қазақстанның атын абыроймен шығарып келеді. Қазіргі таңда өңірден 434 жоғары дәрежелі спортшы ұлттық құрама сапында өнер көрсетуде. Алдағы қысқы Олимпиадаға ел атынан 3 жерлес спортшының қатысуға мүмкіндігі бар деп жазады Қазақстан медиа. Облыс әкімдігінде өткен жиында спорт саласының қазіргі жағдайы, ондағы жетістіктер мен қордаланған мәселелер талқыланды. Спорт басқармасының басшысы Қарлығаш Рамазанованың айтуынша, өңірде 265 спортшы олимпиадалық спорт түрлерімен шұғылданады. 2026 жылы 25-ші қысқы Олимпиада ойындары 6-22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина қалаларында өтеді. Солтүстік Қазақстан облысынан бұл додаға қатысу үшін 3 спортшы кандидат атанды. Надежда Морозова, Кристина Шумикова, Виталий Щеголев үшеуі де конькимен жүгіру бойынша бақ сынамақ. Ал 14-ші қысқы Паралимпиада ойындары 6-15 наурыз күндері өтеді. Өңірден тіркелген үміткерлер Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усальцов. Globe Soccer Awards жылдың үздік футболшысы атағын үміткерлердің тізімі жарияланды. 28 желтоқсанда Дубайда Globe Soccer Awards беделді сыйлығы 2025 жылдың үздік ойыншысын анықтайды. Бұл жүлдені тапсырмастан бұрын 40 күн бұрын оған лайықты адамдардың тізімі жарияланды деп хабарлайды Закон.кз. Жыл сайын табысталатын сыйлықты ұйымдастыру комитетінің хабарлауынша, биылғы жылы марапатқа 25 адам үміткер, және олардың барлығы әлемдік футболдың жарқын тұлғалары. Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис және Витиня Джанлуиджи Донарума, Эрлинг Холланд, Виктор Гьюкереш, Деклан Райс, Александр Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Майкл Олис, Роберт Левандовский, Рафиня Диас, Ламин Ямаль, Педри Лаутаро Мартинес, Скотт Мактомини және Коул Палмер. Ең мықты ойыншымен қатар жылдың үздік бапкері де анықталды. Бұл тізімде көп жылдық тәжірибесі бар беделді мамандар бар. Хаби Алонсо, Микель Артета, Антонио Конте, Луис Энрике, Ханс-Дитер Флик, Эдди Хау, Венсон Компани, Энцо Мареска, Роберто Мартинес және Арне Слот. 2024 жылғы үздік футболшы болып бразилиялық Винисиус атанған, ал мықты бапкер ретінде Карло Анчелотти танылды. Елена Рыбакина алғаш рет әлемдік теннис лигасында өнер көрсетеді. Қазақстандық теннисші әлемнің 5 ракеткасы Елена Рыбакина Бангалор қаласында өтетін әлемдік теннис лигасында өнер көрсетеді деп хабарлайды Закон.кз. India Today сайтының мәліметінше, әлемдік теннис лигасы биыл Үндістанның Бангалор қаласында 17-20 желтоқсан аралығында өтеді. Оған Уимблдон чемпионы Елена Рыбакинадан бөлек ресейлік Даниил Медведев, Ник Кирюс, испаниялық Паула Бадоса, франциялықтар Гаэль Монфис пен Артур Фис, Польша өкілі Магда Линат, украиналық Мартя Костюк және үндістандықтар Рохан Бопана мен Сумит Нагал қатысады. Елена Рыбакина осы турнирдің 2 дүркін чемпионы екенін айта кетелік. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Эфирде келесі кездескенше.